Айнала қоқысқа толы, қашан тазаланады, әкімдік қайда қарап отыр. Осындай тақылеттес шағымдарды күн сайын естиміз. Әсіресе жаз мезгілінде үй аулалары мен көшелерде бейберекет тасталған қоқыстан қоламса иіс шығып, қоршаған орта тұрмақ тұрғындарға да қолайсыздық жатады. Осыған орай Қазалы ауданындағы орталық Әйтеке би көшесінің екі жақ қапталындағы базарға және жабайы сауда саттық жүргізіліп жатқан нүктелерін мысалға ала отырып, біздің серікті арнасының командасы қоқыстың неге жиналмайтынына арнайы бақылау жүргізіп зерттеген болатын. Көше бойын маңайлап өтетін болсаңыз, күл қоқысқа толы өмірдің быж-быж қайнаған ортасына топ ете қаласыз. Базар қызметкерлері мен сол көшеден өткен тұрғындардың арыз шағымын тыңдағанымызда, тазалықты қашан өзімізден бастаймыз деген үндеуден әкімдік не істеп жүр деген билікті болмашыға кінәлау даулары басымырақ болды. Жалпы қоқыс мәселесі ғасыр мәселесі. Қысы-жазы жиналмайтын қоқыс тақырыбы әр қашанында өзекті. Әр адам өзінің отырған жерін таза ұстау керек. Қыларамен сеуіп, көміне тазалық қоқыстарын жинап отыру керек. Мен қапқа салып отырыңдар, әр қашанда деп сөйтіп айтып отырамын. Жасы болсын, үлкені болсын. Кейбіреу шашып кетеді. Соны жинастырып қоямын. Зерттеу барысында ауданның тазалық компаниялары тұрғын үйлер мен жеке секторлардан шығарылған қатты тұрмыстық қалдықтарын күн сайын алып кетіп жатқандығын білдік. Дегенмен өз туған жеріне жаны ашымайтын халықтың бейберекет тасталынған қоқыстарынан ауданның ең бетке ұстар көшесі ластанып, тұрмыстық қалдықтардан арылмай тұр. Тазалыққа жақсылап мән берсе, тазалыққа жақсылап қараса, атсалысса деген ойдамыз. Өзіміздің туып өскен жеріміздің тазалығына жанашырлықпен жақсылап қараса, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, кішкене мәселеден бастап өзекті проблемаға біз билікті кінәлап үйренгенбіз. Дегенмен көзі ашық, көкірегі ояу адам баласының санасында неге өзімізден бастамасқа деген сауал мен мұңдалап тұруы тиіс. Халықтың сөзін тілге тиек ете отыра, кент әкімі Қайрақбай Орынбасаровқа тұрғындардың мазасын қашырған мәселені жалаулатып, сауал қойған болатынбыз. Базар маңындағы заңсыз сауда жасап отырған тұрғындармен біз кездесіп, рейдтік түсіндірме жұмыстарын жүргіздік, және ол азаматшаларға түсіндіріп айттық. Бізде кент бойынша тазалықпен айналысатын екі мекеме бар, Көркем сервис және Автотех жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Осы екі мекемемен келісім шартқа отыратын болып келісілді, және сол отырған жерлерін тазалығын қатаң, таза ұстауын қатаң ескертілді ол кісілер. Енді ол азаматшалар өздеріңізге белгілі маусымдық сауда жасап отыр, себебі өздерінің әр тұрғын өздерінің бақша өнімдерін әкеліп осы жерге сауда істеп отыр. Бір, екіншіден, құрметті кент тұрғындар, баршаңызды кентті таза ұстауға шақырамын. Кент әкімінің ұдайы халыққа айтқан үндеуі былай тұрсын, тазалыққа шақырған өтініші де орындалмай тұрғандай. Себебі таза өмір сүруге жеке секторлар мен жабайы сауда алып сатарларының бейімділігі төмен сыңайлы. Дегенмен шашылған қоқыстарды әлеуметтік желіге суретке түсіріп, салып, шағым жазғандар қарасы көп. Сөзге бар, іске келгенде көлденең жатқан бір құтыны көтеруге қиналатын әлеумет сіз бен біз. Бұл бағытта да аудан әкімдігінен бастап кент әкімі бар аудандық ішкі істер бөлімі және тазалық мамандарымен бірлесіп жұмыстар атқарылып, белгіленген жерлерде ұдайы жиналыстар өткізіліп келеді. Жеке үйлер мен көп қабатты тұрғын үйлердің тұрғындарының, жеке секторлар мен жабайы сауда иелерінің басын қосып, көшедегі қалыптасқан жағдайды бірлесіп ретке келтіруге шақырады. Қазалы ауданының орталық көшесінде қоқыс алаңшалары қойылған. Тасымалдаушы мекемелер күніне 2 рет кесте бойынша жұмыс жасап, оны қоқыс полигонына апарады. Онымен қоса жаз мезгілінде дезинфекция жұмыстары да едәуір жүргізіліп тұрады. Бір сөзбен айтқанда, ауданда тазалау үшін қыруар жұмыстар атқарылуда, бірақ жасаған жұмыс көзге көрінбейді. Кейбір ауданның тазалығына бей-жай қарайтын тұрғындар мен базар маңындағы саудагерлер әкімдік пен тазалыққа жауапты мердігер мекемелердің істеген қыруар жұмыстарын саудадан қалған құтқан азықтарды, яғни шіріген көкөністер мен жеміс-жидектер тастай салу арқылы жоққа шығаруда. Тазалықпен айналысатын мекеме қызметкерлері ала таңнан қара кешке дейін қоқыспен күресу үшін тынбай тер төгеді.
40 градус ыстықта тазалық жұмыстарын жүргізу оңай емес. Осыны да ескерсек, билікке бар кінәні артып қоймай, бишара халге жеткенше ауданның тазалығына жұмылып жұмыс жасайық. Тазалық мәдениетін санамызға сіңіру күн тәртібіндегі күйіп тұрған мәселе. Шаһардың тазалығына тек әкімдік жауапты емес екенін түйсінетін кез әлде қашан жетті. Әсіресе орталық көшенің базарын маңайлаған мезгілді саудамен айналысатын саудагерлер тазалыққа салғырттық танытпаса екен дейміз. Осы тұрғыда тәрбие тал бесіктен деген ұстанымды ұстана отыра, ақыл тоқтатқан үлкендер мен ұлағат айтушылар базар маңындағы жеке тұрғын үйдің кішкентай азаматының тазалыққа жасаған үлкен жұмысынан үлгі алса екен дейміз. Бибінұр Қаржанова, Ерқанат Асаутаев, Дәуренбек Қайруллаев, Серік ТВ телеарнасы.